Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Асыл каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жеңіл, оңай дайындалатын алмұртты пирогтың рецептімен бөліспекшімін. Барлық ингредиенттердің құрамын төменге жазып қоямын. Ал бисмиллах деп бастайық. Ол үшін бізге қажет болады сары май, қопсытқыш, қант, жұмыртқа және ұн. Ұнымызға сары майымызды осылай кішкентай бөліктерге бөліп турап салып аламыз да песочный қамыр дайындаймыз. Осылай қолымызбен үгітсек тезірек болады. Әдемі песочный қамыр шығу керек қой. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды, қантымызды қосып, тағы да қолымызбен бір келгі қамыр шыққанша илейміз. Шыққан қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін морозилькеге салып қойыңыздар. Ал бір бөлігін формаға орналастырамыз. Менде 22 диаметрлік форма, соған жақсылап орналастырып, бір тегіс етіп орналастыраңыз. Осылай бөлшектерін көтеріп, әдемілік үшін жан-жағын қасықпен тегістеп шығыңыздар. Міне дайын болады. Одан кейін алмұрттарымызды алып, видеода көрсетілгендей майда бөліктерге бөліп, турап бір ыдысқа сала беріңіздер. Осылай майда бөліктерге тура видеодағыдай істесеңіздер әдемі шығады. Дайын болған алмұртқа қантымызды және крахмалымызды қосып жақсылап араластырамыз. Қантта крахмал да жаңа грушаға әдемілеп сіңу керек. Дайын болған массаны формаға салып бір кетке етеміз. Бағана морозилькеге салып қойып едік қой, соны алып бетіне үгеміз осылай. 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Бетін өздеріңіздің қалағаныңызша сәндеулеріңізге болады. Мен сахарная пудра септім бетіне. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, подписаться етеміз достар.